Азаматтардың барлығын мына іс мәселесini үйрету керек. Ауыл шаруашылығында да, өндірісте де барлық жерде. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан мына енді қазір мешітке барамыз, моллалық көбейіп жатыр, бұрынғы коммунистердің бәрі шетінен молда болып келе жатыр. Оның барлығы дұрыс. Енді адам деген бір нәрсеге сену керек қой, баяғыда дінімізден ажыратып, дін деген ол жатқан бір мәдениет. Біздің мұсылман екенімізге ешкімнің күмәні жоқ шығар. Бірақ та мұсылманшылықтың адалдықты, адамның арасындағы достықты, бір-біріне көмек жасау мәселесін жақтайтын да бар, ал басқа жаққа алып кететін жағдай да бар. Тек қана бәріміз молда боламыз десек, сонда не болады сонда? Сондықтан екі жағына бірдей. Алла тағаланың айтқан сөзі пайғамбардың жолымен жүру керек, әр адам өз басын таза ұстап. Ал енді басқа жағынан тек қана сонымен ғана жүреміз деп, қайтадан әлгі әйелдердің басына бүркеу жабып, кемшілік, кейбіреулер тағы да шариғат бойынша 4-5 әйел аламыз деп жүргендерді бар. Оның бәріне жол берілмеу керек. Мына отырған әйел азаматтардың. Жаныңда жүрген жалғыз жұбайыңды жетістіремей жүрген кезде қайтесің оны? Сондықтан ол бір жағынан күлкі, екінші жағынан өте бір үлкен мәселе. Сондықтан діннің екі жағы бар. Адалдыққа адамды жетектейтін, жақсылыққа жетектейтін, ғарыптырге көмектесу жағынан жетектейтін, мейірбандылыққа, ағайыншылыққа, бірлікке, жақсылыққа, әр зұлымдықтан қашықтататын жағы, оның барлығы дұрыс, оны алуымыз керек. Ал мынау Иран сияқты, басқа мемлекет сияқты, діннен басқа ештемені білмейміз деп, орта ғасырға қайтадан алып кететін жақтарын біз қолдамауымыз керек. Ода сіз зор ғой осындай мәселе. Сондықтан биылғы жылы Құдай бұйыртса, ауаның райы астықты, шөпті барлығын беріп тұрған кезде, қазіргі мақсатымыз сол астықты жинап алып, сол байлықтың барын елдің мақсатына жұмсау. Сол жұмыспен шұғылданыңыздар. Басқа ешқандай әңгіме жоқ. Ал біз қолымыздан келгенше елге көмектесу, мына енді ауданның ортасын жөндедіңіздер, бірақ та сыртта жатқан ауылдардың, малшылардың жағдайы әлі күнге дейін мүшкіл. Баяғыдай әлгі барлығын өкімет береді, барлығын президент береді, бірінші секретар береді дегенді қойыңыздар. Әркім өзінің тапқан табысын теріп жеу керек. Іштемеден тегеу деген бүгін жоқ. Өнімді өндіріңіздер, сатыңыздар, соның барлығын өздеріңіз пайдаланыңыздар. Ал өкімет тарапынан тек қана пенсионерлерге, мүгедектерге, зиягерлерге, көп балалы аналарға, сондықтан соларға ғана көмектесеміз, мұғалімдерге, докторларға. Басқа аяқ қолың барлығы аман азаматтарға заң жүзінде, өкімет жүзінен жағдай жасап, жекеменшік боласың ба, кооперативте жұмыс істейсің ба, өкімет саласында жұмыс істейтін ба, бәрі ерік өзіңде. Тапқан таянғаныңды өзіңе жұмсада байы. Ел байыса, өкіметте бай болады. Сондықтан мәселе солай. Барлығын аудан бойынша, әр колхоз совхоз бойынша жағдайлары дұрыс болатын болса, еңбек өнімді болатын болса, онда сол тапқан қаражатын өзіне жұмсайды. Егер де олай болмайтын болса, ол банкрот болып құрып кетеді. Оған менің ешқандай шаруам жоқ. Нарық экономикасы деген мінекей осы. Сондықтан барлық мәселе өз еңбектеріңізге байланысты. Еңбек етсеңіздер жақсы тұрасыздар. Солай емес пе? Жұмыс істейтін, мал ұстайтын, жерді өңдейтін адамдар жаман тұра ала ма бүгін? Ал енді жұмыс істегісі келмейтін жалқаулар өмірі жаман болса, оған менің ешқандай жұмысым жоқ. Өзіне өзі істеген мәселе. Сондықтан қызмет істеу керек, жұмыс істеу керек. Дұрыс па, жоқ па? Дұрыс. Ал енді рахмет, келгендерге рахмет. А я не слушал, я с ребят. Ada
İmam Şokan деген азамат. Bravo. Şokan. Мына сіздің баласы. Атың кім? Шоқан. Елдің азаматтары, жаһан азаматтық бастаған барлық көшкендері, қолынан келген барлығын түгел атсалысты. Облыстың мына басына келіп тұрады. Өзінің ұлтына қарамастан қаншалықты мұсылмандыққа жасаған еңбегін еш уақытта шексіз. Соны ырзамыз. Бүкіл халқымыз ырза, еліміз ырза. Осыған сәйкес осы мешіттің алғашқы басталмасында мынау балам сол медресеге жіберіп 3 рет оқуға алып бардым ислам университетіне. Оған енді орыс мектебінде оқыған бала оқи алмады. Содан кейін мүфти хазіретке өтініш айтып өткеннен кейін баламен жеке сөйлескеннен кейін медресеге жіберді. Сол әліппеден бастап оқып Жамбылдағы мерекені бітіріп жақсы оқып бітіріп шықты. Аллаға үлкен шүкір етеміз. Міне бүгін таңда мінекей имандық етіп көшек отырғызып кетті 20 мың. Мына халқымыз еліміз түгел соған разылық жасап осы жүріп жатырмыз. Қадамымыз құтты болсын. Мына мәртебеміз өсе берсін, абыройымыз аса берсін. Еліміз Қазақстан халқы бүкіл дүние жүзінде сабырайдағы мұнан да жоғары берсін. Өзіңіз бастаған елдің сіздің енді міне хатшы кезінде көрген, президент кезіңізде, ел ағасы кезінде көріп тұрмыз. Алла нақтымызды асырсын. Жоған зор халқымыз тілектес. Алла біздің ниетімізді, тілегімізді осы абыройыңызға да қаймаңыз. Алла тілекке осы абыройыңызды әрқашанда жағынан берсін. Алла тілегімізді қабыл етсін. Енді сізге біз бұлай деп айтуға ұялып тұрмыз. الحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تلاوة القرآن صلاة الإيمان
Ya Allah, осы қылған тілеуат құранның қасыл болған сауабын осы жерде қол жайып әмин деп отқан пенделердің үйлерінен өткен ата бабалардың рухына, дәм еткен үлкен кіші әруақтардың рухына, барша мүмин мұсылмандардың рухына бағышлап, жатқан жерден жәннат, жатқан жерден рахмат ет. Я Рабби, осы қол жайып әмин деп отқан пенделеріңе иман, инсаф, тауфиқ беріп, бәле-жаладан сақтағайсың. Ya Rabbi, осы Нұрсұлтан ағамызға, Ya Rabbi, ұзақ елдің алдында ұзақ өмір беріп, Ya Rabbi, еліне тыныштық беріп, абырой беріп, Раббана атина фид дуния хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина азабаннар. Ықылас тілек ниетін Алла Тағала өзі қабыл қылсын. Әумин, Аллаху акбар. Қазақтың қаңқаса берсін. Хаққанызды сенемін. Orta Torgay Kalası ben de sol alanın içinde imanlılık yolunda Nav Meşri'nin altında bütün Oğuz'un halkının atından yani Turgundar'ın atından ben de orta жиналған халықтың атынан міне сізді қазір қарсы алып еліміздің амандық, халқымыздың тыныштық, өзімнің денсаулығымды тілеп, алдағы уақытта халықтың елді мынау Altın kırıkçıgın soğan endigi alдағы уақыттағы осы жалғасып Абылайдың мінген ақ аруын осы халық атынан сізге Tanrı'nızga Türkiye'miz. Odan keyin Ablayda kan koyup akidece götürgen halktan sol akidede bizim aslımızga götürmüş. Osa aytılan halktan ilgilik suyen Ablaydan Şimdi oturan ben özümden ak vatanında Bismillahirrahmanirrahim. Yaratkan yem kudret, dilegin müzdür kabiliyet, evveli Allah onlasın, evliyeler kollasın, özüme de yerine eş şamanlık olmasın, karşı saygak geçuge, hayırlen kırıkşıten, şlavnalık olmasın. Hayırlı olsun bağımız, Vaktiye sağlık götürgen kanunun kutlu olsun bağımız, Hacı kılıp kanuna yakal sayı bağımız, Yetkide ekli altında durvarsın, Kazağının kaşında yukarı ıslamamışsın, Meleğin üstten asılıp, Kalanğa gitsin, ata bağırsın. Ne meşhep, imanlıktın oradası, azadlıktın, ezbeliktin yoldası, halkının bağırması var. Nursultanımızı yaratkan Allah evliyede geberceye oradasın. Открывай. Боря, посмотри на это.
Üstü şıkkı da gel. Сюда, сюда, вот. Так лучше быть. Абайлабай. Так. Абай. Құрметті отандас бауырларым, менің келгенімді естіп, үш ауданнан Жангелдіден Аманберді, Амантоғай аудандарынан келіп тұрған азаматтар, ағаларымыз, замандастарымыз, қарындастарымыз, шешелеріміз, жеңгелеріміз, жастарымызға сөздерінің алтынды айтамын, рахметімді айтамын, сый құрметтеріңізге. Біз енді осы жерге бірінші рет аяқ басқаннан бері қарай мінекей зымырап өтіп бара жатқан заман 3 жылға аяқ бастық. Өздеріңіз білесіздер, ауданның орталығының мүшкіл жағдайы, елдің үй жағдайы нашар болғандықтан біраз қызметтер әсіресе аудан жігіттері, Жақан, Сергей Туғайын деген жолдаған әкімдер біраз қызмет істепті, соған мен риза болдым. Әсіресе ауданның орталығына деген жағдайлар көп. Бұл енді бұдан да көп жасасақта бұл көп болмайды, себебі қазақ халқының зиялы азаматтары елге жерге атын қалдырған сөздерімен, ақыл ойларымен, парасаттылығымен, ғылым ғалымдығымен аты шыққан ағаларымыз, мынау Ахмет пен Жақып ағаларымызға ұлттық тойын жасап, музейін салып жаңа көріп шықты. Тағы да болып жатқан қазақтың атқамінер ағаларымыз шыққан жер, тарихи жер, киелі жер. Сондықтан не жасаса да бұл жерге көп болмайды. Әрине бұл ауданның орталығы. Ал енді шалғай жатқан ауыл шаруашылығында біздің ағайындарымыз, мал шаруашылығында біздің ағайындарымыздың жағдайлары қанағаты әлі де көтеріңкі емес, осыған да ойлауымыз керек. Бұл бірінші мәселе. Екіншіден, бүкіл халық болып былтыр мені біздің тарихымызда бірінші рет қайранымыздар, торғайлықтардың түгелде мен үшін дауыс бергеніне, шын жүрегімнен сіздер арқылы бүкіл торғай жұртшылығына рахметімді айтамын. Еңсесінің жағынан көтеріп келе жатқан неше ғасыр бойы осы арадағы мен көптен зиялы ағаларымыздың армандаған арманы келіп, жылдар өткеннен бері қарай ең бірінші рет қолымыз тәуелсіздікпенен егемендікке жетіп отырған кез. Қиын болса да қазақ халқы үшін өте бақытты кезең. Себебі баяғыдан хандарды айтамыз, Абылайды айтамыз, Әбілқайырды айтамыз, одан бұрынғы бауырларымызды айтамыз. Дегенменен халқымыздың алып кең байтақ үлкен жерінде бүкіл халық болып бірінші рет өзінің басшысын сайлаған кез. Бірінші рет өзіміздің көк байрағымызды көтерген кезіміз. Ең алғаш рет өзіміздің ел таңбамызды тағайындаған кезіміз. Алғаш рет өзіміз болып, ешкімнен сұрамай, ешкімнен сөзін алмай, өз еркімізбен өзіміздің ел ұранымызды сайлаған кезіміз. Осы елдігіміз бен егемендігіміз ұзағына болсын, одан ұрпақтың бақытына болсын. Ел болып, мемлекет болмағалы неше заман болды. Қанша ұрпақ ағаларымыз, үлкен ұлдарымыз армандап өтті. Ал енді осыны алдық. Тек қана соны алдық деп мақтаймай, алды жатқан талай қызмет бар. Мен елдің сенімін ақтау үшін күндіз-түні жанымдағы жолдастарыммен бірге, өзім тағайындаған әкімдермен бірге, жергілікті кеңес өкіметтермен бірге күндіз-түні жұмыс істеп жатырмыз. 1 жылға толған жоқ. Егемендігіміз, біздің тәуелсіздігіміз. Дегенмен отырған уақыттың ішінде қазақ деген халықтың бар екенін, қазақ деген мемлекеттің бар екенін дүние жүзі таныды, оны білесіздер. Біліп келе жатыр.
мына тұрған Азияда бірге тұратын жапондықтар жақында келіп айтып, осы қазақ деген халықтың бар екенін бірінші рет естіп тұрмыз. Ал енді ар жақтағы Америка континенті болсын, Европа, Азия болсын, Африкасы болсын, Австралиясы болсын, бүкіл дүние жүзі біздің еліміздің ел екенін, қазақ халқының халқы бар екенін, оның байлығымен қарасады, қазақ халқының болашаққа қол ұсынған үлкен әділетті ниеті бар екенін біліп отырмыз осында. Сондықтан осының айтып беру үшін әлі көп жұмыс қалды. Мемлекет құрып біз көргеніміз жоқ. Мемлекет құру үшін көп қаражат керек. Өзіміздің әскерді ұстау үшін, өзіміздің сыртқы саясатты жүргізу үшін, өзіміздің жеке ішкі саясатты жүргізу үшін, әрбір ақтөбеде жатқандай адам мекемелерді орнату үшін, әр аудан мен селода, әрбір облыста